Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен керемет рецепттердің бірі қаладес жасайтын боламын. Өте дәмі ерекше болып шығатын қаладесінің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркелмеген жағдайда тіркеліп кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, малымыздың екі тұяғын екіге бөліп, жақсылап жуып тазалап, осылай суға салып, қайнатып жатырмын. Үстінде көбігін алатын боламын. Осылай баяу отта азанға дейін қайнайтын болады. Үстіне тұзын салып, бұрышын салып, сосын жаңағы лавровис жапырағын салып қойсаңыздар, азанға дейін жаймен қайнап тұратын болады. Асты жай жанып, осылай баяу отта қайнаса, етіміздің, сүйегіміздің еттен сылынып, керемет жұмсақ пісетін болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өте жұмсақ керемет болып пісті. Сүйегі етінен ажырап тұр, өте жұмсақ керемет қаладес болады. Қайнаттым. Түнде салған бұрыштарым, тұздарым видеоға түспей қалыпты. Міндетті түрде салыңыздар. Өте керемет болып піскен. Менің видеом ұнаса, комментария жазып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, осындай керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жұмсақ болып піскен, осыны майдалап, ұсақтап турайтын боламын. Өте жұмсақ болып піскен, өте керемет майдалап, ұсақтап турайтын боламыз. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Кальцийге бай, өте керемет тағамдардың бірі. Қазір көп адамдардың аяқтары ауырып жатыр. Соған міндетті түрде жасап, осындай қаладес жесеңіздер, аяқтарыңызға кальций болады. Осылай укробымызды ұсақтап турайтын боламыз. Сарымсақты да осылай ұсақтап тураңыздар. Сарымсақ қосаңыздар, өзі ерекше дәмі ерекше болады. Осылай майдалап турап, бір қайнатпасаңыздар жеткілікті. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сәбізімізді осылай сүзіп алатын боламыз. Сұрпамызды сүзіп алыңыздар, өйткені ішінде майда сүйектер болуы мүмкін. Сол үшін дұрыс сүзіп алыңыздар. Сәбізімізді ұсақтап турап жатырмын, піскен сәбізімізді. Ал өз қалауларыңызша әдемілеп, гүлдеп, формамен істесеңіздер де әдемі көрінеді. Қонақ күтетін болсаңыздар, сондай болып қырқып, әдемілеп жасасаңыздар, керемет көрінетін болады. Осылай ұсақтап турай салдым мен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен пилайға қатырып жатырмын. Енді сіздерге қандай ыдыс бар, қатыра берсеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша укробын салып,
осылай құйып шығамыз. Сөйтіп суығанын күтіп, суығаннан кейін тоңазытқышқа салатын боламыз. Осылай суығаннан кейін тоңазытқышқа бір күнге қалдырсаңыздар, өте керемет кесілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте витаминге бай, кальцийге бай тағамдардың бірі. Өте дәмді болып шығады. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен тоңазытқыштан алдым. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып қатқан. Мына пелайда түңкірсе де түспейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Өте керемет болып қатқан. Өте дәмді керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай не алсаңыздар, тәрелкеге салып, қонақтарға қойсаңыздар да өте керемет, дастарханның сәнін ашатындай керемет холодец болып шықты. Мұны кескен кезде де өте керемет, еріп кетпеді, өйткені өте көп қайнаған, өте керемет холодец болып шықты. Дәмі де өзі ерекше болып шықты. Легінге қатырғанында осындай төрт бұрыштап кессеңіздер де болады. Үйде жасап көріңіздер. Ауруға, аяқ ауруға өте таптырмас емнің бірі. Витаминге бай, кальцийге бай, өте керемет тағамдардың бірі. Керемет рецепттермен алдағы уақытта бөлісетін боламын. Тіркелмеген жағдайда тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.